Салмақ тастап жүрген кезде, суши жегім келген кезде мен осындай кимбап дайындаймын. Бұл кимбап өте оңай, ішіне өзіңіз қалаған бар нәрселерді сала берсеңіз болады. Ең алдымен күрішті пісіріп аламын, одан кейін жұмыртқадан осындай блины дайындап аламын. Нориді жайып, бетіне күрішті орналастырып шығамын. Оның үстіне соломка қылып туралған барлық ингредиенттерді бір-бірден осылай орналастырып шығамын. Ішіне өзіңіз қалаған кез келген піскен етті сала берсеңіз болады. Мен алдында ПП котлет дайындаған болатынмын. Сол ПП котлеттерді турап салдым. Менде роллы дайындауға арналған ешқандай коврик жоқ. Ковриктің орнына осындай целлофанды пайдаландым. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал екінші кимбапқа мен морковный салатты пайдаландым. Дәл жаңағыдай барлық ингредиенттерді орналастырып шығып, ораймыз. Бұл рецепттің толық видеосы менің каналымда да бар. Егер сізге дұрыс тамақтану және салмақ тастау жайлы қызық болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен осындай оңай әрі қолжетімді ПП рецепттермен бөлісемін.